Бүгінгі біздің тақырыбымыз жабайы және сирек кездесетін жануарлар онлайн саяхаты. Биоалуантүрлілікті сақтаудың Қазақстандық қауымдастығы Қазақстанның құстарды қорғау одағымен бірлесе отырып, қауымдастық мүшелері арасында дауыс беру арқылы 2020 жылдың жыл құсы етіп ителгі құсын таңдады. Акцияның мақсаты браконьерлердің пайда табу объектісіне айналатын сирек кездесетін құстар түріне қоғам назарын аудару. Жыл құсы үміткерлердің арасынан келесі түрлер ұсынылды: қара лашын, сақан сұңқары және кәдімгі қоқиқаз. Дауыс беру нәтижелері бойынша ителгі құсы қарсыластарынан үлкен айырмашылықпен озып кетті. Сондықтан да ителгі құсы биылғы жылы жыл құсы болып бекер аталған жоқ. Ителгі сұңқарлар тұқымдасына сирек кездесетін құсы. Қазақ аңыздарында ителгі диір мен тасын теуіп сындырыпты деп дәріптелетін аты аңызға айналған жыртқыш құс. Қазақстанда ителгінің саны 1990 жылдардың ортасынан бастап тез азайды. Браконьерлікке байланысты араб елдеріне көптеп сатылды. Осыған байланысты Қызыл кітапқа 1996 жылы енгізілді. Қазір сарапшылардың бағалауы бойынша Қазақстанда осы құстардың бірнеше жүздеген асыл тұқымды жұптары бар. Қазақстанда биік таулар мен ормансыз жазықтардың басқа жерінің бәрінде кездеседі. Көкшетаудың қият асты қалың қарағайлы тауларының ителгінің негізгі мекені болып табылады. Шәулісінің қанатының ұзындығы 34-39 см, салмағы 730-800 грамм. Ұлбасарының қанаты 37-41 см, ал салмағы 1000-1300 грамм. Көздері дөңгелек, мөлдір қара болады. Олардың реңі таралған аймағына қарай әртүрлі болып келеді. Бәріне ортақ белгі сыртқы жүні қоңырқай сұрғылт, бауыры сарғылт тембілді болады. Ителгінің қанаттарының жиі қағып, ауыр ұшады. Өте биіктеп, ұзақ қалыңдайды. Наурыздың аяғы мамырдың басында биік қарағайдың басына ұя салады. Қызықты деректер: ұядағы 3-5 жұмыртқаны ұя басары 1 айдан аса шайқайды. Балапандары 40-45 күннен соң ұядан ұшады. Бір жұптан орта есеппен алғанда жылына 2 балапан қанаттанады. Негізгі қорегі құм тышқан, сарышұнақ, майда құстар, торғай, кептер, сондай-ақ бауыры мен жорғаушылары. Ірі қоңыздар, тіпті көк қасқа шегірткелерді де жей береді. Жемтігінің бір орнында ұзақ отырып тасадан күтеді. Олар тас және шөл шілдерін, көгершіндерді, бұлдырақтарды, ірі торғайлар мен құстарды мен жер мен ауада аулайды. 2004 жылы Қазақстанның ұлттық банкі Қазақстанның Қызыл кітабы сериясынан 500 теңгелік күміс монетасын басып шығарды. Онда ителгі құсы бейнеленген. Бұл біздің фаунада сирек кездесетін жануарларына арналған 5-ші монета болды. Бұрын монеталарда ақбөкен, барыс, құлан және басқаларының бейнесі шығарылған. Ителгі құсы бүкіл әлемді түр ретінде қорғауды қажет етеді. Құс табиғат байлығы. Құстарды әркез қорғау әрбір азаматтың міндеті. Табиғатта адамның өзінің күнделікті іс-әрекетімен пайда келтіретін өзгеше болып жаратылған тіршілік иесі бар. Ол құстар. Өмірімізді құссыз елестету қиын. Көлде, көкте, тауда, орманда, жазық дала құсымен сәнді. Ал құстардың адамға тигізер пайдасы ұшан теңіз. Сондықтан да құстарды қорғау, қамқор болу біздердің басты парызымыз деп білемін.